Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін біз сендермен ұңғыманы бұрғылау пәнін әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сол керінді гидрокөлікпен бұрғылау. Жұмыстың жүргізу барысы келесідей болады. Бірінші ол теориялық мәліметтерге қысқаша тоқталу, екінші керінді гидрокөлікпен бұрғылау тәсілін зерттеу, және де үшінші ол сендер жүргізетін жасалған жұмысқа қорытынды шығару. Керінді гидротранспортпен бұрғылау, КГК кешені, бұрғылау маңызы, қолдану аймағы және артықшылығы дейді. Жыныс өзекті үздіксіз шығарумен бұрғылау КГК 100 және КГК 300 кешендермен жүзеге асырылады. КГК 100 дегеніміз ол комплекс гидротранспорттан керіні деп оқылады, 100 дегеніміз ол бұрғылау тереңдігі. Және КГК 300 дәл солай комплекс гидротранспорттан керіні, 300 дегеніміз ол оның бұрғылау тереңдігі. Негізінен аталған комплекстар, яғни кешендер ЗИЛ-131 автокөлігінің базасында орнатылады және ОРБ-2 А2 сериялы бұрғылау қондырғысының базасында құралады. Атап өтетін болсақ, бұл бұрғылау тәсілінің негізгі артықшылығы керінді үздіксіз шығару болып табылады. Мына жерде көргендерінде жыныс өзекті үздіксіз шығару. Осыған дейін сендер өткен қарапайым колонкалық бұрғылауда және де кеше алдыңғы сабақта өткен ССК тәсілімен бұрғылауда сендер білесіңдер, ССК-да керін егерде циклмен шығатын болса, кезең-кезеңмен, мысалы ішкі колонкалық құбыр толады, оны толған біз анықтағаннан кейін ұңғыманың ішіне арнайы аспап авиашотты түсіріп алып шығатынбыз. Қарапайым колонкалық бұрғылауда керін жаңа колонкалық құбырдың ішіне толған кезде бүкіл снаряд жоғары көтерілетін. Ал бұл бұрғылау тәсілінде жыныс немесе шлам ұңғыманың ішінен үздіксіз шығарылады. Яғни кейбір жағдайларда кейбір пайдалы қазбаларға бұрғылау кезінде керінің шығымы 100%-ға дейін жеткен болатын. Енді осы тәсілдің негізгі схемасына және де ерекшелігіне тоқтала кетейік. Мына слайдта көріп тұрғандарындай, бұл слайдтың атауы керінді гидрокөлікпен бұрғылаудың схемасы дейді. Мына жерде көріп тұрғандарындай ОРБ-2 А2 бұрғылау қондырғысының базасында, мысалға ЗИЛ-131 автокөлігі и жаңа айтып өткендей 2А2 бұрғылау базасында негізделеді, яғни құрастырылады. Негізгі мына кешен, мысалға мына бұрғылау қондырғысы өздігінен жүретін бұрғылау қондырғысы болып табылады. Бұл кешеннің құрамына не кіреді? Бірінші ол сорғыш шланг, мені көріп тұрсыңдар, мені бірінші сорғыш шланг, екінші бұрғылау сорабы, мені үшінші айдауыш тұтқа, төртінші вентиль, мына жерде 4 санмен көрсетілген, бесінші айдаушы тұтқа, мені одан кейін алтыншы жыныс өзекті өткізетін тұтқа, көріп тұрсыңдар, одан кейін жетінші штуцер, немесе сальник деп аталады. 8-ші айналдырғыш, 9 және 11-ші ол бұрғылау құбырлары, міне 9, именно 11, 10-ші жыныс өзекті шығаратын тұтқа, міне, және де 12-ші керін қабылдағыш, мына жерде тұр, арнайы жәшік болады, және 13-ші сұйықтыққа арналған науа. Міне көріп тұрсыңдар, арнайы тасымалды тележкада жабдықталған. Келесі слайдта осы біз алдында өткен мысалға схеманы анығырақ сол схемамен танысамыз. Біріншіден, мына схеманы тағы тоқтала кетейік. Бірінші, бұл схемада не көрсетілген? Бір санымен бізде ол ішкі колонкалық құбыр. Бұл бұрғылау тәсілінде, мысалы КГК тәсілінде, ССК тәсіліне ұқсас болып келеді. Бұнда да екі қос колонкалық құбыр қолданады. Бірінші қос колонкалық құбыр ішкі құбыр, екіншісі ол сыртқы құбыр. Бір санымен ішкі құбыр, екі деген санымен ол сыртқы колонкалық құбыр, 3 ол сальник, 4-те сальник мысалға. Одан кейін 5-ші айдаушы шланг, 6-шы сұйықтықты сақтауға арналған науа, мені көріп тұрсыңдар, 7-ші ол керін қабылдағыш жәшік, 8-ші бұрғылау сорғышы, бұл жерде N-3 бұрғылау сорғышы қолданады. 9-шы жыныс талқандаушы аспап, яғни коронка. 10-шы керін, мысалы, мені көрсетілген. Бұл жерде және айтылмаған, мынау вентиль мені. Вентиль дегеніміз немесе басқалай краник деп айтылады. Енді жұмыс істеу принципі қандай бұл тәсілдің? Бұл тәсілде
мына науадан, яғни жуу сұйықтығы сақталатын науадан мына сүзгі арқылы, сорғыш шланг арқылы, мысалы NB3 бұрғылау сорғышы жуу сұйықтығын өзіне сорып тартып алады. Одан кейін ол жуу сұйықтығын мына стрелкамен көріп тұрсыңдар, айдаушы шланг арқылы вентильдің ішімен жіберіп, нарада бұрғылау сальнигі болады. Сол бұрғылау сальнигінің ішімен өтеді да, жуу сұйықтығы, мына қызыл стрелканы көріп тұрсыңдар, ішкі және сыртқы колонкалық құбырдың арасындағы кеңістікке өтеді. Жуу сұйықтығы төмен қарай бағыт алады да, ұңғыманың түбіне жеткен кезде, міне 9 санын көріп тұрсыңдар, коронканың көмегімен бұрғылау процесі мысалға жүзеге асып жатады. Керін жоғары қарай көтеріліп жататынын көріп тұрсыңдар, төртбұрышты кусок мысалы бөлік-бөлікпен шығып жатыр. Жуу сұйықтығы ұңғыманың түбіне 10-15 сантиметр биіктікке жетпей, қайтадан ішкі колонкалық құбырдың ішімен жоғары қарай көтеріледі. Міне стрелканы көріп тұрсыңдар. Жоғары көтеріле бара, ол өзімен бірге мына жерде көрсетілген жыныс өзекті, яғни керінді жоғары көтереді. Әрі қарай мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Мына керін төртбұрышты осындай бөлшектеніп қалай шығады деген. Біз ол үшін алдыдағы слайдқа ораламыз. Мысалға, мына слайдта бізде бірінші және екінші ол ішкі және сыртқы құбыр болатын болса, 3 деген санмен бізде керін сындырғыш деген құрылғы деп айтылады, бөлігі көрсетілген. Мына жерде төменгі бөлігінде бізде мысалы коронка жалғанады. Жуу сұйықтығы мына кеңістікпен арқылы өтеді да, ұңғыманың түбіне 10-15 сантиметр жетпей, ішкі колонкалық құбырмен көтеріледі ішімен. Сол кезде коронканың талқандаған, мысалға бұзған керіні ішкі колонкалық құбырдың ішіне көтеріліп келе жатады да, мына керін сындырғышқа келген кезде ол бізде сынады. Түсінікті, бұл жерде бір немесе арада жоғарғы жағында тағы екінші осындай керін сындырғыш болуы мүмкін. Ол көбінесе шарик болады. Осы шарикқа тірелген кезде керін бізде кері бағыт алады да, екінші мысалы сындырғышқа жеткен кезде ол қайтадан түзеліп, мысалы керін бізде осы екеуінің шариктің орналасқан арақашықтығына байланысты сынуы мүмкін. Бұл мына жерде керін мындай бөлшектеніп, бөлік болып қалай жоғары көтеріледі деген. Одан кейін керін сындырғыштан өткен керін жуу сұйықтығының қысым әсерінен жоғары қарай көтеріледі. Мына жерде бізде керін отводящий рукав деген болады, яғни керін өткізгіш тұтқа деп аударылады, немесе шланг. Керін жуу сұйықтығының көмегімен сол тұтқа арқылы көтеріліп, бізде мына жерде вентиль болады. Сол вентильдан өтеді да, немесе краник дедік, әрі қарай тұтқа арқылы, яғни шланг арқылы жуу сұйықтығының көмегімен бізде мына жерде 7 санмен көрсетілген керін қабылдағыш жәшік болады. Сол керін қабылдағыш жәшікке келіп жиналады. Осы жерде оны арнайы адам керінді немесе шламды осы жерде арнайы жәшіктерге жинап отырады. Яғни ол солдан оңға қарай, жоғарыдан төмен жинау реттілігі. Ал қалған жуу сұйықтығы бізде жуу сұйықтығы сақталатын ауаға қайтадан жиналып отыратын. Көріп тұрсыңдар, стрелкамен көрсетілген. Бұл тәсіл КГК тәсілі үздіксіз деп аталады. Неліктен? Өйткені бізде осы процесс қайталана береді, тоқтамайды. Сондықтан бұл бұрғылау тәсілінде, КГК тәсілінде керінің шығымы 100%-ға дейін жетеді деп осыдан кейін айтылған. Енді келесі слайдқа көшетін болсақ, мен жаңа айтқан жыныс талқандаушы аспаптың керінді гидрокөлікпен бұрғылауда қолданатын жыныс талқандаушы аспаптар дейді. Келесіде екі түрлі жыныс талқандаушы аспаптар қолданылады. Ол бірінші жыныс талқандаушы аспап ол КГ84МС және КГ93МС. Екеуінен түрі конструкциясы осындай болады. Өзгешелігі тек қана атауларында. КГ дегеніміз ол коронка гидротранспорта, 84 дегеніміз оның диаметрі, МС дегеніміз ол бұрғылайтын тау жыныстарының түрі. Яғни мягкий, средний, орташа жұмсақ немесе қаттылықтағы тау жыныстарын бұрғылайды. И КГ93 дегеніміз ол да оның диаметрі. Келесі коронка, яғни суретте мысалға, бұл ГК2, яғни коронкасы, гидротранспорт коронка мысалға, 2 оның типі, 300 дегеніміз оның бұрғылау тереңдігі.
Бұл бізде қатты қорытпалы жаңағы қорытпалардан жасалынған армирленген кескіштерден тұратын, көріп тұрсыңдар да өзгешелігі. Оның КГ-84 және 93-тен өзгешелігі 300 метрлік ұңғымаларда қолдануға болады. Келесі слайд. Осы мен сендерге жаңа қысқаша түсіндіріп айтып өткен бүкіл мәліметті сендер қазір келесідей видеодан көре аласыңдар. Міне КГК 300 және КГК 100 кешендері. Мен жаңа айтып өткен бұрғылау қондырғысы, мысалға ОРБ-2 А2 бұрғылау қондырғысы. Келесі, мысалға артында көріп тұрғандарындай тележкасы келе жатыр, иә. Керін сақтағыш тележка, мысалы науамен бірге. Міне жаңа айтып өткенде автомобиль базасында негізделеді. Мына жерде басқару пульті, мынау мысалы мұнарасы, мынау бізде айналдырғышы. Жаңа айтып өткен мысалы керін қабылдағыш және мысалы жуу сұйықтығы өтетін шлангтардың барлығы осы жерде орналасады. Міне мынау қазір сендерге бұрғылау процесін сипаттап жатыр. Мына оң жағында қарап тұрсыңдар ма, арнайы адам керінді жәшікке жинап жатыр да, мысалы бұрғылаушы басқару пультінде бұрғылау процесін басқарып тұр, и екінші көмекшісі мысалы. Міне айналдырғыш дегеніміз мынау, яғни ол бұрғылау құбырларына қондырғыдан алған айналым сәтін береді. Міне бұрғылау процесі жүріп жатыр. Жаңа айтып өткендей КГК 100 және 300 деген екі түрлі қондырғылар болады, иә. Міне мен жаңа айтып өткен НБ3 бұрғылау сорғышы осы. Келесідей мысалы бұрғылау құбырлар қолданады, ол ТБДН және ТБДНС деген. Яғни ол труба бурильная, двойная. Көп жағдайда бұл тәсілде бізде жеңіл қорытпалы құбырлар қолданады. Жаңа мен айтып өткен мысалы КГ-84 және КГ-93 коронкалары МС, көріп тұрсыңдар, конструкциясы өте ұқсас түрлері. И келесі коронка ол жаңа айтқан ГК-2 коронкасы, 300 метрлік ұңғымаларда көбінесе қолданылады. Армирленген қатты қорытпалы кескіштерден жасалынған. Міне бұрғылау процесі қалай жүзеге асады. Айналым сәті, осьтік жүктеме, КГ-83 немесе жаңа 84 немесе 93 коронкасы. Міне бұрғылау процесі. Жаңа біз айтқан мысалы науа жуу сұйықтығы сақталатын және де тележка. Мынау ішкі колонкалық құбырдың көрінісі, міне жаңа мен айтқан шариктар, міне жаңа алдында айтылған керін қабылдағыш жәшік, және мынау бізде сол жұмысқа жауапты адам. Міне ішкі колонкалық құбыр, міне сыртқы колонкалық құбыр. Осымен біздің бүгінгі жаңа тақырыппен қысқаша танысуымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет.